Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен қонақтықта ешқашан модадан қалмаған осындай дәмді вафли пісіру үйренеміз. Ол үшін бізге маргарин керек болады, 4 жұмыртқа, қант және де ұн керек болады. Бар болғаны осы. Стақан менде 200 граммдық стақан, сол 1 стақан қант және де 1,5 стақан ұн салам. Негізінде кейбір кісілер сары майда қосып жатады маргариннің орнына, бірақ мен үшін осы пампушка маргарины өте ыңғайлы және де қолайлы, солай маған өте жақсы шығады. Осындай құралдар керек болады бізге. Жұмыртқамызды салып алғаннан кейін үстінен барлық қантты саламыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Негізінде сары майдың құрамында май көп болғандықтан кейде дұрыс шықпай қалып жатуы да мүмкін. Сондықтан маргарин алғаныңыз тиімді бірден. Түгелдей бір маргарин салып жібереміз. Жай-жаймен бөліп-бөліп салған тиімді. Маргаринімізді араластырып болғаннан кейін үстіне жай-жаймен ұнды саламыз. Осылай жай-жай саламыз ұнды. Себебі бірден қатты қою болып кетуі мүмкін, миксерімізге де ауыр болып кетеді, сондықтан осы жақсы. Менде осындай пеш, заманауи, қазір бәрі қолданатын. Жайлап маймен сылап аламыз, қатты емес, жай-жай тек. 1 рет істесең жеткілікті басында, және біздің тестамыз осындай болып шығады. 1 қасыққа жеткізбей сала береміз. Қазір көрсетемін сіздерге. Міне осылай алғаннан кейін мороженыйдың астындағы сияқты, не деп айтатын еді, воронка сияқты қылып істеуге де болады. Осылай да істеуге болады. Маған трубочкалық істеген қатты ұнайды. Міне 1 қасық, үлкен қасыққа жеткізбей істейміз, әйтпесе көп болып кетсе жанына төгіліп тасуы мүмкін. Осылай істеген тиімдірек. Менде мұнда максида тұр, себебі тез-тез пісіреді, маған сол ыңғайлы. Миди, мини деген өте жай пісіреді, сондықтан макси жанында отырғаны жақсы, себебі көп 10 секундтан кейін ол уже күйіп кетеді қап-қара болып. Осылайша өзі қатып қалады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Қонақтыққа да, үйге де істеуге өте тиімді, тәп-тәтті болып шығатынына, отбасыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Осылай жайлап орай бересіздер. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Біздің каналға тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.